погода жаңбыр ма бірдеңе жауайын деп тұр ау. Біртүрлі болып тұр ғой погода. Бірақ жылы әйтеуір. Бірақ жылы. Вот міне күн что-то жел болып тұр ма? Машина шағалып келе жатыр ғой, құрайшы. Короче, күн шығайын деп аспан ашылып келе жатыр ғой, жақсы болды. Бүгін груз негізі жолға шығамыз деген ой болмаған. Алматыға келген, таңертең келдім ғой өзім. Мынау 814 17,5 Мерседес шолу сынып кеткен екен да. Мерседестің де шолу сынады екен деймін да, 814 17,5. Бір газельдікі сынады не енді, газельдікін білемін. Өзім газель айдағанда 3 рет сындырдым ғой шолуқты. 7 жылда 3 рет сындырдым да. Сонымен газельді білемін, сен подшипник сынадым. Подшипник шашылады, сосын шолуқ қысылады, ступица. И шолуқтан сынадым сосын. Мерседестің сынатын бірінші рет көріп тұрмын да. Мерседестікіні сынады екен 814 17,5-дықтар. Соның грузын артып кетіп барадырмын. Солай. Сағат 11-де звондады ғой. 11-де звондады. Енді жатайын деп жатыр, ұйықтайын деп. Сен давай деп айда деді ғой маған. Соны айта алмайсың ғой, өзің ақша керек. Жоқ, мен бүгін бармайым, мен демалам бүгін деп айта алмайсың ғой. Болды дейсің ғой, клиент звондаса. Қайда барайын дейсің ғой, адресін жібер деп сразу. Бізде дальнобойщик болсаң, это суббота, воскресенье, отпускной, выходной деген жоқ қой, в общем, короче. Қай кезде груз шығады, 1-2 сағат ұйықтап аласың, дей бересің әйтеуір. 1-2 сағат емес, кейде 6 сағат ұйықтайсың жолда, 7 сағат, 8 сағат ұйықтайтын уақыттар болды. Ұйқың қанғанша ұйықтайсың ғой, короче. Сондай. Сөйтіп 12-де 2 сообщение түседі ғой, короче, телефоныма. Мана груз артып атыр, балдар артып атыр. Телефонда ашып қарап басам, 2 сообщение тұр ғой, туған күнің құтты болсын деген. Базар жоқ дедім ғой. Бүгін менің туған күнім ба не дедім ғой. Мәссаған деп қойымды қойыш атасып атсыңдар деп. Удостоверениемді қарап басам, 2 ноябрь туған күнім екен ғой мен. 35-ге кеп атыр. Құтты болсын әйтеуір. Туған күнімізде жолда кетіп барадық трассада. Сіздер де құттықтап қойыңыздар енді. Ё-майо. Қарным жар жетті ана жылқын. Асфальттың үстінде машинамда бычыт шыққан шығар, наверное. Жылқы деген түнде опасно, вообще опасно түнде. Сақтасын өте қиын. Неге қарамайды деймін, жылқышылар. Қаншама жылқы өліп жатыр ғой осы. Жылқының өлген ерунда үшін адамды айтшы. Техниканы бейнет қандай адамға. О, балдар. Мана, қиытып Қашқан теңізге де келдік. Балқаш көлін көрдіңіздер ма? Балқаш көлін. Балқаштың суы керемет енді негізі. Су өте жақсы балқаш.
балқаштың. Мына жерде фура тұр ғой. Камера аламайды екен дұрыстап. Озерска келдік. Әйтеуір Озерска жеттік. Мына дорожниктар міне шанын бұрқыратып жасап жатыр. Топырақ илеп жатыр ма? Гүлшат деген ауыл. Үйға маған қойш почти. Бәрі бұзылып біткен қойш. Мына столовый өтіп, бірақ адам тоқтамайды болғанда. Стоянкасы бар. Прожектор бар. Жақсы салып қойды негізі стоянканы. Бесплатный туалет бар. Балқашқа 50 километр қалды ғой. Құда қаласа Балқашқа 50 километр қалды. Қарағанды 420 бір екен. Балқашқа келдік. Аллаға шүкір Балқашқа келдік. Жүгімізді түсіріп, шай тамағымызды ішіп, қазір жүк түсірген үшін ұйықтап аламыз. 3-4 сағат жүгімізді түсіргеннен кейін тамағымызды ішеміз де қайтадан обратно Алматыға қарай шығамыз. Шағалдас кетті ғой жерден. Шағал деген жаман көп екен. Алматыдан Балқашқа шейін шагал деген страшно көп. Масқара шагал деген. Сол міне сөйтіп Балқашқа келдік. Міне Балқаш Қарағанды дейді. Спорламыз оңға. Балқаш деп кіреміз. Жердің ямасы сұмдық болатын еді, бітіріп қойды әйтеуір жақсы. Что-то негізінде жол қысқарып қалған сияқты ма, ширинасы ше. Ана аяқтан бөте керек қой, асфальт ана аяғында тұр. Екі жағынан, короче, метр кішірейткен сияқты. Обочина жоқ, мұны обочинаға түсу үшін рессорын сындырасың ғой, әрге түссең. Асфальт соза салмаған ба жүрген үшін. Бәбір обочина жоқ. Иваныч па қалай? Балқашқа жеттік әйтеуір. Жол кереті қысқарып қалған сияқты негізі, бірақ енді әйтеуір осыған да шүкір бірақ. Жасап бергендеріне де. Бұны алды, мына жерден жүру невозможно еді ғой, дедең.